Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде жасалу өте оңай муравейник тортын дайындайтын боламыз. Ең әуелі 2 дана сары майды ерітіп алып, суылғаннан кейін үстіне шай қасық ас содасы және де ұн қосып, жақсылап қамырын илеп аламыз. Қамырын илеп алғаннан кейін оны бөліктерге бөліп, салафандарға салып, тоңазытқышқа 2 сағаттай қатырып алатын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды осылай үкіштен өткізіп, пісіріп аламыз қызып тұрған пеште. Барлық қамырды осылай пісіріп алғаннан кейін уақытта суатып қоямыз. Енді біз ары қарай кремін жасайтын боламыз. Мен бұл жерде вареный сгущенка алдым. Вареный сгущенка шамамен 350-400 граммдай және де 40 грамм сары май қосып, жақсылап миксерлеп алдым. Сары май бөлме температурасында болғаны жақсы, өйткені миксерлегенде оңай болады. Муравейнигіміздің кремі дайын. Енді бәрін қосамыз. Арасына бұның мак сеуге болады, өзіңізге қалауыңызға қарай. Немесе грек жаңғағын қоссаңыз да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.